Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз шоколадты колбаска дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді, қантымызды, сосын какаомызды, еріген сары майымызды салып, барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін песочный печеньелерімізді езіп, видеодағыдай саламыз. Печеньелерімізді салып болған соң, оларды да жақсылап араластырып аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша печеньеге грек жаңғағы немесе арахисті салсаңыздар да болады. Пищевой пленкамызды төсеп, жаңағы араластырған печеньемізді осының үстіне саламыз. Сосын өз қалағандарыңыздай формаға келтіріп, пищевой пленканы ораймыз. Мен үшбұрышты қылып, сондай форма істедім. Ал сіздер өз қалаңыздай төртбұрышты немесе домалақ қылсаңыздар да болады. Формасын келтіріп болғаннан кейін морозильникке, яғни мұздатқышқа 2-3 сағатқа қалдырамыз. Міне осымен біздің шоколадты шұжығымыз дайын. Өз қалауларыңызша сәндесеңіздер де болады. Мен шоколадпен үстіне сеуіп шықтым. Колбаскаларыңызды ақ шоколадпен сәндесеңіздер тіптен керемет болып шығады. Міне осымен біздің шоколадты шұжығымыз дайын. Жасап көріңіздер, оңай әрі тез дайындалады. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.